Газдардың пайда болуы қауіпсіз құбылыс па, әлде қауіпті аурулардың белгісі ме? Неліктен олар пайда болады? Қай жағдайда газдардың артық болуы проблемаға айналады? Газдарды қалай азайтуға, немесе олардан қалай толықтай құтылуға болады? Осы сұрақтардың қажетті және пайдалы жауаптарын білгіңіз келсе, бейнероликті соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ роликтің соңында артық газдар дәрігерге барудың белгісі болуы мүмкін жағдайлар жайлы айтатын боламыз. Неліктен метеоризм пайда болады? Газдардың пайда болуы әдетте белгілі бір тағамдарды тұтынудан болады. Мысалы майлы және сүт өнімдерін, сондай-ақ бұршақтарды, брокколи, қырыққабат, жасымық, ақ нан және түрлі тәттілерді көп тұтыну газдардың артық шығуына келеді. Тағы бір себеп асқазанға артық ауаның кіруі. Бұл сағыздарды көп шайнау, темекі шегу, газдалған сусындар ішу және кәмпиттерді сору кезінде болады. Бірақ газдар әрқашан зиянсыз симптом болып табылады деп айтуға болмайды. Кейде газдардың артық болуы маңызды проблемалар мен ауыр аурулардың белгісі болуы мүмкін. Құрметті көрермендер, ішектің мәселелері біздің әрқайсымызда болуы мүмкін. Газдардың не туралы ескертетіні жайлы білу маңызды. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ролик өте қызықты және танымды болады деген ниеттеміз. Сонымен қатар осы ролигіміз мұқтаждығы бар адамдарға пайдасы тиер деген үмітте жақын таныстарыңызға бөлісе жүріңіздер. Алдын ала алғыс білдіреміз. Мына 8 түрлі қауіпті аурулар газдардың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Бірінші, дивертикулит. Бұл ауру тоқ ішектің қабырғаларында орналасқан кішкене қалталардың қабынуы болып табылады. Бұл проблема клетчатка жетіспеушілігінен туындайды. Дивертикулитпен байланысты қабыну мен инфекция ішекті тарылту немесе жабу арқылы газдардың ұсталуына, дискомфортқа, ауырсынуға және газдардың артуына келеді. Дивертикулиттің қабынуы ішектің қалыпты микрофлорасына да әсер етеді. Ал бұл асқазан мен газдардың пайда болуына жауапты бактериялардың құрамын өзгертуіне келеді. Тоқ ішекке қатайған нәжіс массалары жиналып, керілген сайын науқастарда іш аймағында тұрақты немесе мерзімді түрде ауырсыну, сыздау, астыға қарай тартатын сипаттағы ауырсыну пайда болады. Сонымен бірге іш қату және ішектің кебуімен байланысты дефекация актісінің бұзылуы бірге жүреді. Екінші, целиакия. Ол глютенге төзбеушілік. Бұл аутоиммундық ауру. Глютен дегеніміз бұқтырылған сұлуда, қара бидай және басқа дәннердегі ақуыз болып табылады. Ал олар организмге түскен кезде ішекте қабынуды тудыруы мүмкін. Бұл ішектің қалыпты қызметіне кедергі келтіреді. Осылайша ішек қыртыстар жоғалады. Ас қорыту ферменттерінің бөлінуі төмендейді және қоректік заттарды қорытуда қиындықтар туындап, газдардың артуы пайда болады. Үшінші, өт қабының аурулары, холецистит немесе өт тас ауруы. Өт қабындағы аурулар өттің шығарылу процесін бұзады. Қабыну немесе тас түзіледі. Бұл асқазан ішек жолдарының функцияларын ауыр түрде бұзады. Нәтижесінде микрофлораның дисбалансы туындайды. Ал бұл газдардың артуына келеді. Төртінші, асқазан мен 12-лі ішектің ойық жаралары. Ойық жаралар асқазан ішек жолдарының шырышты қабатында пайда болады. Мұндайда газдардың пайда болуы екі жағдайда болады. Асқазан немесе 12-лі ішектің қабырғаларына тұз қышқылы арқылы зақым келуі ас қорытуды бұзады. Нәтижесінде дұрыстап қорытылмаған тағам газдардың артуына себеп болады. Екінші әсер хеликобактер пилори бактериясы. Асқазан ішек жолдарында қабыну тудырады және асқазан мен ішектің қалыпты микрофлорасын бұзады. Бұл ас қорыту процесінде өзгерістерге және газдардың артуына келеді. Бесінші себеп аппендицит. Аппендикс қабынған кезде инфекция мен қабыну оның ісінуіне және ішектің өту жолдарының тарылуына келеді. Бұл ішек арқылы нәжістің қалыпты өтуіне кедергі келтіреді және газдардың да тұрып қалуына себеп болады. Алтыншы, тітіркенген ішек синдромы. Бұл ішек синдромы абдоминальды аурумен бірге газдардың пайда болуы және нәжістің бұзылуымен байланысты бұзылыс болып табылады. Медицина статистикасы бойынша мегаполистардың тұрғындары бұл синдромға көбірек шалдыққан. Бұл стресстік жағдайлармен, психологиялық проблемалармен және психикалық ауытқулармен байланысты. Синдром жиі түрде ауырсыну мен газдардың пайда болуымен бірге нәжістің бұзылуы байқалады. Сонымен қатар нәжісте шырыш болады. Дәретханаға барған кезде ішектің толық босамау сезімі пайда болады. Бұндай газдар таңғы кезде болмайды, бірақ күн барысында көбейе бастайды. Таңертең тамақтан кейін диарея пайда болады.
Адам дәретханаға 2 рет немесе одан да көп жүгіреді. Бірінші дәрет кезінде нәжіс тығыз, ал кейінгі дәреттерде нәжіс сұйық болып келеді. 7. Тағы бір метеоризмнің себебі панкреатит. Бұл ауру ұйқы безінің қабынуын білдіреді. Ас қорыту ферменттерінің амилаза, липаза және протеаза өндірісін бұзады. Бұл тағамның жеткіліксіз қорытылуына келеді. Ал бұзылған тамақ іште сасып кетіп, газдардың артуына себеп болады. 8 аурудың тізбегін лактозаға төзбеушілік аяқтайды. Әр түрлі тағамдарды тұтынғаннан кейін газдардың артуы, ауырсыну және ішек дискомфорты лактозаға төзбеушіліктің белгісі болуы мүмкін. Лактозаға төзбеушілік лактаза ферментінің жетіспеушілігінен туындайды. Ол сүт қантын бөлуге жауапты. Лактаза жетіспеушілігінен бөлінген лактоза тоқ ішекке түседі және ферментацияға ұшырайды. Осылайша сутегі, метан және көмір қышқыл газдар түріндегі газдар пайда болады. Кебулер, коликтер және басқа да ауырсынулар туындайды. Газдардан қалай құтылуға болады? Жоғарыда айтылған жағдайларда газдардың пайда болу себептерін дәрігерлерге барып, дұрыс ем тағайындау керек. Ал әдетте метеоризм кезінде осындай жеке шешімдер қабылдауға болады. Ең алдымен дұрыс тамақтанудан бастау керек. 1. Көмірсулар мен майларды аз мөлшерде тұтыныңыз. Себебі олар қиын қорытылады. Ал олардың ыдырау өнімдерінің бірі газдар болып табылады. 2. Газдардың пайда болуына себеп болатын тағамдар туралы жазбалар жасаңыз. Осылайша сіздер сол арқылы олардың тұтынуын шектей аласыз. 3. Көптеп таза және жылы су ішіңіз. Бұл ас қорытуды жақсартып, асқазан ішек жолдарын тазартуға және артық газдарды шығару үшін маңызды болып табылады. 4. Зиянды әдеттерден, темекі шегуден және газдалған сусындардан бас тартыңыз. Сонымен қатар кішкене порциямен тамақтаныңыз. Физикалық жаттығуларды да жасай жүріңіз. Себебі физикалық белсенділік ішектің жұмысын жақсартады. Газдардың пайда болуын азайту үшін пайдалы шөптерді қолдануға болады. Олар жалбыз, түймедақ, аскөк тұқымдары, зімбір және кориандр. Ал сіз метеоризммен қалай күресесіз? Біздермен пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.